Қараңыздар достар, мынау былтырғы мамырлатқан май айында салынған бір қарын сары май. Ал мына жерде осы қарынға сыймай қалған сол май айының сап-сары қолдың майы. Қазақта сары майдай сақтаған деген салыстырмалы сөз тіркесі бар. Бұл жерде оның мағынасы қарынға май салудың жұмысы оңай емес екендігін және оның ішіндегі майдың өте құнды екендігін білдіреді. Қарынға салатын май жақсылап тұздалу керек. Артық тұзы, міне көріп тұрғандарыңыздай, қарынның сыртына шығып кетеді. Май өзіне қажетті ғана тұзды алады. Міне мынау ағарып тұрғандардың бәрі тұз. Осылай түсіп қалады. Ал енді бұл майды Алла бұйыртса ұзын сары келгенде бастаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим деп тұзға салып қояйық.